Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ursila bin huda wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллах тағала өзінің қасиетті Құран кәрімінде «Валиллахи ласмаул хусна фад'уху биха». Аллаға сондай көркем есімдер тән, сол есімдерменен оған жалбарыныңдар дейді. Мінекей бүгін сол Алланың 99 көркем есім сипаттарының бірі Қазақ сұмдық еліктегіш болып тұр. Абдрахим, Хамза, Исмаил, Раяна, Ясмина, София деген неше түрлі бұрын аса естімеген қазақ таным түсінігіне жат есімдер көбейіп кетті. Жарты қазақ арапқа еліктеп, арапша есімдер қоюда. Ал қазақша есімдер тоқалдан туғандай жетімсіреп тұр. Бұл қазір білінбегенмен болашақта ұлт үшін өте қауіпті індет. Мәселен, Ресейде ұлты ноғай, якут, қалмақ, бірақ есімдері Саша, Иван, Женя, Наташалар көбейді. Неге? Өйткені аз ұлт өз тілін, дәстүрін оқымағандықтан көп ұлтқа ассимиляцияланып, сіңіп жатыр. Өз тілінен шығатын сөздерді менсінбеушілік тоқырауға, ұлт ретінде жойылуға тірейді. Біз бұған дер кезінде мән беруіміз, дабыл қағуымыз керек. Діншілдер, ойбай, мұсылманша ат қойсан, ол Құдайға ұнамды есім. Құдай жақсы көретін есім деп, санамызға судай жұмсақ сынаны қағуда. Бұл бөтен елдің мәдениетін шапан жауып, жылтыратып санаға сіңіру. Сосын, ассалаумағалейкум десен, ол сауап. Ва рахмутулланы қоссаң, 20 сауап деп, сәлемнің сауабын калькулятормен есептеп қойды. Сосын, аңғал қазақ не істейді? Бұл сауап екен ғой деп арапша амандасады. Қазақы сәлем, қазақы сауқат тағы да шетте қалады. Ақырындап уақыт өткен соң ұрпақ жанарып, өз ұлт тілінен, төл мәдениетінен қалай алыстағанын сезбей де қалады.